Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 73-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 32-ні 2-ге көбейту, 320-ны 2-ге көбейту және 32-ні 20 түріндегі көбейту тәсілдері. Баубақ құрылысы. Бүгінгі сабақта сендер ауызша көбейту тәсілін қолданатын боласыңдар. Видео пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есепте шыққан жауаптарды өсу реті бойынша орналастыр. Сонда сен субұрқақ алғаш рет қай елде пайда болғанын білесің. Енді біз есепті шығарамыз. 120-ны 3-ге көбейтеміз. Бізде 360 шығады. Дәл осылай өрнектерді жазып аласыңдар. 22-ні 30-ға көбейткен кезде 660, 23-ті 10-ға көбейткен кезде 210, 230, 130-ды 3-ге көбейткен кезде 390 және 210-ды 3-ге көбейткен кезде 630 шығады. Енді осыны өсу ретімен қоямыз. 230, 360, 390, 630 және 660. Сонда бізде Мысыр деген сөз шығады. Алғаш рет субұрқақ Мысыр елінде пайда болған. Екінші есеп тиімді тәсілмен есепте. 13-ті 3-ге көбейту, яғни 10-тықты бірлікке көбейтіп аламыз, бірлікті бірлікке көбейтеміз. 10-ты 3-ге көбейтеміз, 30, 3-ті 3-ге көбейтеміз, 9, 30-ға 9-ды көбейткен кезде 39 шығады. Келесінде 12-ні 4-ге көбейтеміз. 10-ды 4-ге көбейтіп аласыңдар, 40 болады, 2-ні 4-ге көбейтеміз, яғни бірлікке бірлікті 8 болады. 40-қа 8 қосасыңдар, 48. Келесінде жақшамен берілген амалдарда бізде 5-ке 2-ні қосамыз, 7 болады. 7-ні 60-ға көбейтеміз. Сонда бізде 420 болады. Міне осылай тиімді тәсілмен шығарасыңдар. 10-тықты бір бөлек, 10-тықты бірлікке көбейтіп шығарасыңдар және бірлікті бірлікке көбейтесіңдер. Үшінші есеп. Есептерді шығар, яғни шарт құрып шығару қажет. А тапсырмасы субұрқақ жұмыс істеп тұру үшін 2 сорғының әр қайсысы сағатына 210 литр су айдайды. 2 сағаттың ішінде 2 сорғы қанша литр су айдайды? Бізде көз алдымызға елестетеміз. 2 сорғы бар. 2 сорғының біреуі 1 сағатта 210 литр айдайды. Демек, 2 сағатты табу үшін бір субұрқақ 210-ды 2-ге көбейтіп аламыз. Сонда 420 болады. Сонда бір субұрқақ 2 сағатта 420 литр су айдайды. Ал 2 субұрқақты табу үшін 420-ны 2-ге көбейтеміз. Сонда 840 болады. 2 сағаттың ішінде 2 сорғы 840 литр су айдайды. Келесі бізде ә тапсырмасы субұрқақты жарықтандыру үшін әр қайсысына 120 шамнан 2 қатар және әр қайсысында 210 шамнан 3 қатар шам қолданылды. Барлығы қанша шам қолданылды? Бұл жерде әр қайсы деген сөзге назар аударамыз. Демек, бір қатарда 120 шамнан орналасқан. Сондай 2 қатарды табу үшін 120-ны 2-ге көбейтесіңдер. 240 болады. Және де 210-нан 3 қатар шам қолданылған. Бір қатарда 210 болса, 3 қатарды табу үшін 210-ды 3-ге көбейтеміз, 630 болады. Енді барлық шамды табу үшін 240-қа 630-ды қосасыңдар. Сонда бізде 870 шам болады. Барлығы 870 шам қолданылды. Төртінші есеп есепте. 31-ді 2-ге көбейтеміз. 62. 210-ды 4-ге көбейтеміз, 840. Бұл жерде мен мәнін жазып көрсеттім. Сендерге осылай бірден мәнін жазып шығарсаңдар болады. Немесе алдыңғы есепке ұқсас тиімді тәсілмен шығарсаңдар болады. Ол үшін мен қазір үлгісін мәнін жазып көрсеттім. Ал сендер екінші жолы тиімді тәсілі 10-тықты бірлікке көбейтіп аласыңдар. 30 көбейтілген 2, 60 дейміз.
1-ді 2-ге көбейтеміз 2, сонда 60-қа 2-ні қосамыз, 62 деп жазамыз. Келесіне 210-ді 4-ге көбейткен кезде тиімді тәсілі, 200-ді 4-ге көбейтесіңдер 80, 10-ды 4-ге көбейтесіңдер 200-ді 4-ге көбейткен кезде 800 болады. Және де 10-ды 4-ге көбейткен кезде 40 болады. 800-ге 40-ты қосқан кезде 840. Өздеріңе қай тәсіл ыңғайлы, сол тәсілмен шығарсаңдар болады. Бесінші есептің А тапсырмасы қабырғалары 2 см және 4 см және 1 см мен 7 см болатындай тік төрт бұрыш сал. Осы тік төрт бұрыштардың периметрін әртүрлі тәсілмен есептеп шығар. Яғни бізде екі фигура сызуымыз керек. Қабырғасы 2 см және 4 см. Демек, ұзындығы 4 см, ені 2 см. Тік төрт бұрышты сызып, 3 тәсілмен шығарамыз. Немесе 2 тәсілмен де шығарсаңдар болады. Мен мұнда 2 тәсілді жазып көрсеттім. Бірінші тәсіл бізде А қосылған В көбейтілген 2, яғни 4-ке 2-ні қосамыз 6, 6-ны 2-ге көбейтеміз 12 см. Екінші тәсіл А қабырғасын 2-ге, Б қабырғасын 2-ге көбейтіп, мәндерін қосып шығамыз. Яғни 2-ні 2-ге көбейтсеңдер 4 болады, 4-ті 2-ге көбейткен кезде 8 болады. 8-ге 4-ті қосқан кезде 12 см болады. Демек, бірінші фигура, яғни тік төрт бұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Екінші тік төрт бұрыштың ұзындығы 7 см-ге тең, ені 1 см. Енді дәл осылай 2 тәсілмен шығарамыз. 7-ге 1-ді қосамыз 8, 8-ді 2-ге көбейтеміз 16 см. Немесе екінші тәсілі А-ны 2-ге көбейтеміз, яғни 7-ні 2-ге көбейткен кезде 14 болады. 1-ді 2-ге көбейтеміз 2 болады, 14-ке 2-ні қосасынар, сонда 16 болады. Екінші тік төрт бұрыштың периметрі 16 см-ге тең. Ә тапсырмасы периметрі осындай тік төрт бұрыштарды тауып көр, олардың қабырғаларының ұзындығын жаз. Бірінші өзіміз ойша осылай сандарды қойып тік төрт бұрыш сызып шығамыз. Менде ұзындығы 5 см, ені 3 см деп алдым. Енді периметрін табу үшін 5-ке 3-ті қосамыз 8, 8-ді 2-ге көбейтем 16. Немесе екінші тәсіл 5-ті 2-ге көбейтем 10, 3-ті 2-ге көбейтем 6, 10-ға 6-ны қосам 16. Келесі екіншісінде тік төрт бұрыштың ұзындығы 5 см деп алдым, ені 1 см деп алдым. Енді периметрін табу үшін 6-ға 5-ке 1-ді қосамыз 6, 6-ны 2-ге көбейтеміз 12. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл А-ны 2-ге көбейтеміз, яғни 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, 1-ді 2-ге көбейтеміз 2, 10-ға 2-ні қосамыз 12. Екінші тік төрт бұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Келесі 6-шы есеп, саяхатқа туристер тобын жинады. Әр топқа 10 бала мен 20 ересек адам жазылды. Барлығы 9 топ жиналды. Қанша адам саяхатқа барады дейді. Енді бір топта бізде 10 бала және 20 ересек адам бар. Сонда бізде барлығы 30 адам болып тұр бір топта. Енді 9 топты табу үшін 30-ды 9-ға көбейтеміз. Сонда бізде 270 болады. Бізде 270 адамы саяхатқа барады деген сөз. Келесі 7-ші есеп, амалдардың орындалу тәртібін анықтап, оларды шығар. Бірінші жақшадағы амал орындалады, содан кейін жақшаның сыртындағы амал орындалады. 309-дан 59-ды азайтамыз, одан шыққан санды 50-ге бөлеміз. Сонда бізде 5 қалады. Келесісінде 1000 бөлінген жақшашылған 56 қосылған 44 бөлінген 2 деп тұр. Жақшадағы амалды орындап аламыз. 56-ға 44-ті қосамыз. 1000-ды бөлеміз, 1000-ға бөлеміз, одан шыққан санды 2-ге бөлетін боласыңдар. Сонда бізде 5 қалады. Міне осылай ретімен орындаймыз.
өздерің амалдардың орындалу ретін жазып алыңдар, және де менің жазғандарым бойынша салыстырыңдар амалдардың орындалу ретін. Содан кейін астына шығару жолын жазуды ұмытпаңдар. Келесі бізде 8-ші есеп кестені пайдаланып тура теңдік пен теңсіздіктер құрастыр. Яғни біз бірінші теңдікті құрастыруымыз қажет. Бұл есепті шығару үшін мен алдыңғыда айтып өткенмін, бір қағазға есептердің мәнін жазып алыңдар. Сол кезде теңдік пен теңсіздікті табу сендерге оңай әрі жылдам болады. 200-ді 4-ке бөлген кезде 50 болады. 450-ден 400-ді алған кезде 50 болады. Демек, екеуі теңеседі. 100-ге 3-ті қосқан кезде, көбейткен кезде 300 болады. 900-ді 3-ке бөлген кезде 300 болады. Міне, теңеседі. Енді келесісінде 207-ге 233-ті қосқан кезде бізде 440 шығады. Ал 70-ті 6-ға көбейткен кезде 420 шығады. 420-ға қарағанда 440 үлкен. Міне осылай теңсіздікті құрастырасыңдар. Келесі балалар, бұл жерде айтатын жайт, әр оқулықта әртүрлі кеткен бұл есеп, яғни 8-ден кейін, міне 8-ші есептен кейін 11-ші есеп деп кеткен кей кітаптарда, ал кей кітапта 9-ші есеп деп берілген. Сондықтан мен түсінікті болу үшін номер 9-ші есеп деп жазып көрсеттім. Сондықтан шатаспаңдар, яғни 11-ші есеп кей оқулықта 11, кей оқулықта 9-ші есеп деп берілген. Бірақ есептің шарттары барлығы бірдей. Теңдік тура болып шығатындай жақшалар мен арифметикалық амалдар таңбасын қойып шық. Арифметикалық амалдар дегеніміз қосу, азайту, көбейту, бөлу. Енді бізде 4-5 саны берілген, содан біз 100 шығаруымыз қажет. Ол үшін жақшаға алып шығарған әлде қайда дұрыс, ыңғайлы. 5-ке 5-ті қосамыз 10, мына жақта да 5-ке 5-ті қосамыз 10, 10-ға 10-ды көбейткен кезде 100 шығады. Келесісінде 5-ті 5-ке көбейтеміз 25, 25 тағы да 5-ке 5-ті көбейтеміз 25, 25-ке 25-ті қосқан кезде бізде 50 шығады. Келесісінде 5-ке 5-ті көбейтеміз 25, және 5-ке 5-ті қосамыз 10, 25-ті 10-ға көбейткен кезде 250 шығады. Келесісінде 5-ке 5-ті қосасыңдар 10 болады. 10-ды 5-ке көбейтеміз 50 болады. 50-ден 5-ті алған кезде 45 шығады. Міне осылай есепті шығарамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің видеом ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.